Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы ветеринарлық санитарлық шаралар. Ветеринарлық санитарлық шаралардың мәні, негізгі анықтама. Ветеринарлық санитарлық шаралардың негізін санитарлық режимдерді сақтау құрайды. Бұл жануарлар арасында жұқпалы аурулардың алдын алуға бағытталған талаптар мен ережелер жиынтығы болып табылады. Санитарлық режимдер эпизоотиялық қауіптің төмендеуіне тікелей әсер етеді және мал шаруашылығының тиімділігін арттыруға бағытталады. Бұның негізгі мақсаттары болып, жұқпалы аурулардың таралуын болдырмау, малдың денсаулығын қорғау, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және экономикалық шығынды азайту болып табылады. Санитариялық режимдер. Санитариялық режимдер шаруашылықтың барлық процестерді қамтитын жүйелі талаптар жиынтығы. Олар жануарлардың денсаулығын қорғау мен олардың аурулардың алдын алуға негізгі тірегі болып табылады. Бұлардың келесідей шарттары бар: тазалық, арнайы киім мен персоналдарды қамтамасыз ету, дезинфекция және шектеу шаралары. Санитарлық режимдердің негізгі элементтері болып, шаруашылықты айналасын аумағын таза ұстау, көлік пен жабдықтарды өңдеу және персонал гигиенасы. Бұл жерде персонал гигиенасы деген жұмысшылар арнайы киім мен аяқ киімді пайдалануы, қолды жиі жууы, дезинфекциялық ванночкалардың өтулері тиіс. Ауысым алдында және кейін гигиеналық шараларды міндетті түрде орындауға. Шаруашылыққа кіріп шығу режимін қатаң сақталу керек. Шаруашылыққа кіріп шығуды шектеу эпизоотиялық қауіпсіздіктің маңызды алғы шарттарының бірі. Бөгде адамдар мен жануарлардың өтуіне қатаң тыйым салынады. Кіреберісте дезинфекциялық тосқауылдар орнату, шаруашылыққа келген қонақтарды тіркеу журналын жүргізу, шаруашылыққа арнайы құжат, рұқсаты бар тұлғаларға ғана кіруге рұқсат, шаруашылыққа жаңадан әкелінген малдарды міндетті түрде карантинге қою. Бұл неліктен маңызды? Қатаң санитариялық режимнің эпизоотиялық қауіптің төмендеуіне тікелей әсер етеді. Ауру тасымалдаушылардың шаруашылыққа кіру эпидемиялардың бастауына себеп болуы мүмкін. Жүргізілген зерттеулер бойынша санитариялық режимді қатаң сақтаған шаруашылықта ауру шаңдықтың 60-80%-ға дейін азаятыны белгілі. Келесі слайдта мал шаруашылығы объектілеріне қойылатын негізгі талаптар. Бұнда мал шаруашылығы объектілері ветеринарлық санитарлық талаптарға сай жобаланып пайдалануға берілуі тиіс. Қоражайлардың дұрыс жобалануы жануарлардың денсаулығын, өнімділігін және шаруашылықтың тиімділігін тікелей анықтайды. Жобалау талаптары келесідей: объектілердің жануарлардың түрі мен жасына сәйкес орналастырып, оқшаулау бөлмелері, дезинфекциялық тосқауылдар және көң-соңды сақтайтын арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілуі қажет. Жобалау кезінде мал ағыны, азық-түлік жеткізу жолдары мен қалдықтарды шығару бағыттары алдын ала ескерілуі тиіс. Желдету жүйесі. Бұл қоражайларды банадай қамтамасыз етілетін негізгі тетіктердің бірі болып табылады. Яғни қоражайларды ылғалдықтың, газдың жинақталуын реттейді. Дұрыс желдеткіштердің дұрыс орнатылуы ауыл шаруашылық жануарларының тыныс алу жолдары ауруларының алдын алуға және малдың жалпы жағдайын жақсартуға септігін тигізеді. Шаруашылықта микроклимат, су және азық сақтау. Бұл берілген микроклимат, азық сақтау, су көздері, оқшаулау бөлмелері. Микроклиматта температура, ылғалдылық, ауа жылдамдылығы жануарлардың түрі мен жасына сәйкес реттелуі тиіс. Температураның күрт өзгеруі малдың ауруға қарсы тұру қабілетін төмендететін белгілі. Азық сақтау орындары құрғақ, желдетілген, кеміргіштерден қорғалған болуы тиіс. Бұзылған немесе ластанған азық мал ауруларының себебі болып табылады. Осы жерде тоқтала кететін нәрсе: кеміргіштер мен бірқатар инфекциялық ауру қоздырғыштарының таралатыны да маңызды рөлге ие.
Су көздері санитарлық талаптарға сай болуы тиіс. Су сапасы үнемі тексеріліп, ластанудан қорғалуы керек. Тұрақты таза су қолжетімділік мал денсаулығының негізі болып табылады. Және оқшаулау бөлмелері, мал жануарларды бөлек, ауру жануарларды бөлек ұстауға арналған оқшаулау бөлмелері міндетті түрде болуы тиіс. Бұл ауру малдан, ауру қоздырушыларының сау малға таралуына жол бермеуге септігін тигізеді. Алдын алу шаралары. Бұл ветеринарлық санитарлық жұмыстың ең маңызды бөлігі. Ауруды емдеуден гөрі оның алдын алу шаралары әрқашан арзан және тиімді. Бұл мынандай бөлімдерге бөлінеді: вакцинация, карантин шаралары, диагностикалық тексерулер, дезинсекция және дератизация жұмыстары тұрады. Келесі. Санитарлық режимдерді бақылау және бағалау. Бақылау жүйесі санитарлық режимдердің сақталуын үнемі бақылауға міндетті. Ветеринарлық инспекторлар мен шаруашылық басшылары міндетті түрде тұрақты тексеріс жұмыстарын жүргізуі тиіс. Олар жоспарлы және жоспардан тыс тексерулер, зертханалық мониторинг жүргізу, дезинфекция журналын толтыру, персоналды үнемі оқыту. Негізгі тұжырымдар болып: санитарлық режим, объектілерге қойылатын талаптар, алдын алу шаралары және нәтиже. Нәтижеге тоқталатын болсақ, қатаң санитарлық режим эпизоотиялық қауіптің төмендеуіне тікелей әсер етіп, шаруашылықтың тиімділігін арттыруға септігін тигізеді. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.